Қайырлы күн, қымбатты достар. Назарларыңызға әдеттегідей психологиялық тест. Мына берілген көздердің ішінен өзіңізге ұнаған біреуін таңдап алыңыз. Сонымен жауап варианттары. Бірінші көз ақ көңіл жансыз. Соңғы тиыныңызды біреумен бөлісуге даярсыз. Өмірде болып жатқан жағдайларға бейжай қарап отыра алмайсыз. Жаныңызды тырнаған қайғы-мұңдарыңызды ешкімге көрсеткіңіз келмейді. Бірақ өзгелерге көмектесу арқылы өзіңізге күш қайрат аласыз. Екінші көз кірпияз жансыз. Қашанда басқалардың алдында жақсы әсер қалдыруға тырысасыз. Жаныңыз жақсылыққа құмар, ар-ұятқа берік жансыз. Үлгі тұтатын жандарыңыз көп ақ, бірақ өзіңізде өзге біреулерге үлгі болуды қалайсыз. Үшінші, сотқар жансыз. Сіз кейде өткеніңізден ұяласыз. Өзіңіздің көлеңкелі тұстарыңызды көрсете бермейсіз. Сәтсіздіктеріңізді жан баласына сездірмейсіз. Болашаққа үнемі сеніммен қарайсыз. Тығырықтан оңай сытылып шығасыз. Төртінші, ойшыл жансыз. Барлық нәрсені сараптап, ой елегінен өткізіп барып әрекет етесіз. Заттардың терең астары мен жасырын мағынасын іздеуге құмарсыз. Өмірді шешімі қиын, бас қатырғыш есебінде көресіз. Бесінші, жұмбақ жансыз. Тіпті өзіңіз үшін де жұмбақсыз. Көңіл күйіңіз де жиі өзгереді. Басқалармен ашылып сөйлесе бермейсіз. Одан гөрі өзгелерді көбірек сөйлетіп, көп білгіңіз келеді. Нақты сенімді болған нәрсені ғана айтасыз. Алтыншы, сезімтал жансыз. Барлық нәрсені аңғарып жүресіз және ештеңені ұмытпайсыз. Сізді жылату да, күлдіру де оңай. Барлығын жүрекке жіті қабылдайсыз. Бірақ әлсіздігіңізді өзгелерге көрсеткіңіз келмейді. Сондай-ақ болашақты болжай алатын қасиетке де иесіз. Жетінші, қайратты жансыз. Сіздің бойыңызда күш-қуат шексіз. Қашанда бір жақты пікір ұстанасыз. Жақсы немесе жаман, ұнайды немесе ұнамайды деген идеяларда көп және батыл шешімдер қабылдайсыз. Кейде тым ашушаңсыз. Сегізінші, бір түрлі жансыз. Өмірге деген көзқарасыңыз ешкімдікіне ұқсамайтын ерекше. Ереже, заң, дәстүр дегендерді сақтай бермейсіз. Бәрін өз қалауыңызбен жасайсыз. Өзгелерден ерекшеленуді қалап тұрасыз. Тоғызыншы, зерек жансыз. Бәрін жақсы білесіз, адамдарды да түсіне білесіз. Адамның бет-әлпеті мен қылықтарына, дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнеріне қарап, қандай адам екенін тез ажырата аласыз. Өтірік айтып тұрғанын да тез сезесіз. Өзіңіздің де, өзгелердің де ерекшеліктерін білесіз. Басқаларды алдауды да білесіз, бірақ оны көп пайдалана бермейсіз. Сонымен қалай, достар, жауап варианттары сіздің көңіліңізден шықты ма? Сіздің өзіңізге сәйкестік таптыңыз ба? Егер де біздің каналымызға жазылмаған болсаңыз, жазылып қоңыраушаны баса кетіңіз. Көріскенше күн жақсы болсын.